Қазақстан азаматтарының ең негізгі құндылығы тәуелсіздік. Қоғамның әрбір өкілі өз тағдырын Қазақстанмен тікелей байланыстыратын әр азамат тәуелсіздікті сақтау жолында бір қадам кері шегінбеу керек. Әлеуметтік желілерде желдей ескен кейбір жел сөзбен алып қашпа өсек аяң әңгімелер мемлекеттік құндылықтарды девальвацияға құлдырататынына төңірегімізде мысал аз емес. Осы орайда Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының ақпараттық қауіпсіздікке қатысты жолдаған үндеуі ұлты мен ұлысына, тегі мен жынысына қарамастан бүкіл республика жұртшылығын алаңдатуға тиіс деп есептейміз. Сөзді аузыңнан шыққанша сен басқарасың, ал аузыңнан шыққан соң сөз сені басқарады дейтін тәмсіл бар. Тау мен тасты су бұзса, адамзатты сөз бұзады. Сөз дегеніміз бүгінгі заманның ақпараты. Елді екіұдай күйге түсіріп, жолынан жаңылдыратын жалған ақпарат жас баланың қолындағы ұстара секілді. Не өзі арандайды, не өзгені арандатады. Өздеріңізге мәлім соңғы кездер өмірімізге дентебенген жаңа медиа, түрлі әлеуметтік желілерде бұқараны жолдан тайдыруға бағытталған жалған ақпараттар тасқыны жиілеп кетті. Түрлі блогерлер мен есім сойын жасырған әртүрлі аккаунттар, жең ұшынан жалғасқан боттар елдің тынышын қашырып, алауыздықтың шоғын үрлеуге жол беруде. Жалған мәліметтер таратып, елдің құлағын көтеріп, мемлекеттің ішкі тұрақтылығын шайқалтуға мүдделі теріс пиғылдар да жоқ емес. Қазір бүкіл дүние оттан көйлек киіп тұр. Күні кеше ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы оңтүстікке жасаған сапарында бізге сыртқы жауда, ішкі алауыздықта керек емес. Біздің бағытымыз бірлік пен тұрақтылық деп кесіп айтты. Тәуелсіз қазақ елінің қоғамдық саяси өмірінде ақпараттық жауапкершіліктің салмағы әрқайсымыз терең ойландыру керек. Әсіресе миллиондаған жазылушысы бар блогерлер мен интернет ресурстардың жетекшілердің мемлекетшілдік жауапкершілігі маңызды. Ел ішін алатайдай бүлдіріп бөлшектеуге, алауыздықты қоздыруға, жалған ақпарат таратуға жасалған әрбір қадамға құқықтық тұрғыдан қатаң баға берілу керек. Мұндай фейк ақпараттар бірінші кезекте қоғамды тұрақсыздандырып, жанжалдарды арттырып, мемлекеттік аппараттың қалыпты жұмыс ырғағын бұзуға, елдің тынышын қашыруға бағытталатын даусыз. Отандық ақпараттық өріске шабуылды ұйымдастыру механизмін типтік деп атауға болады. Негізінен жалған ақпараттар ең алдымен түбі күмәнді ресурстарда пайда болады, олар негізінен Қазақстаннан тыс жерлерде орналасқан. Іле-шала фейктер барлық ақпараттық пабликтерде және блогерлер мен анонимді телеграм арналарда арқылы жаңа медиада көрсетіледі. Мұндай схеманы жақсы қаржылық қолдаусыз жүзеге асыру мүмкін емес. Сондықтан түрлі жолдармен елдің ішін ірітуге бағытталған мұндай жобалардың артында Храпунов, Аблязов секілді мысық тілеулер кешегі қаңтар қасіретінде халықтың қалқасында тұрып тәуелсіздіктің тамырына тас атқан ниеті бұзық реваншистік топтардың тұрғаны анық. Өкініштісі фейк ақпараттарды тарату процесіне қарапайым желі қолданушылы азаматтар да сеніп қалуда. Жаңалықты алғаннан кейін олар оны бірден туыстарымен, таныстарымен бөліседі, нәтижесінде қоғам тұрақтылығын бұзуға жасалған теріс әрекеттердің қатысушысы екенін сезінбейді. Сондықтан біз отандастарымызды жалған ақпараттардан сақтандыруымыз керек. Мынадай қым-қиғаш кезеңде саясаттанушылардың, блогерлердің, журналистердің, түрлі саладағы көш бастаушы азаматтардың бірінші кезекте мемлекеттілікке, ел тәуелсіздігіне, ертеңіне деген жауапкершілік аса маңызды. Осы себепті елдегі ақпараттық кеңістіктің шынайылығын, әділеттілігін, тазалығын тұрақтандыру үшін мынадай қадамдар жасау қажет деп санаймыз. Бірінші, уәкілетті органдар өз саласындағы кез келген мәселеге басын ала қашпай, сәтінде құқықтық баға беріп, қоғамды елді шынайы ақпараттармен қамтамасыз ету керек. Сонымен қатар заманауи технологиялар үшін түбі шикі, шеттен қаржылық қолдау алатын анонимдердің жеке басын анықтап, арандатушылардың іс-әрекетіне ашық түрде құқықтық баға беру қажет. Екінші, мемлекеттік органдар ақпарат береді, бірақ оның жиілігі ең бастысы таралу жылдамдығы жоғарыдағы сипатталған схемамен салыстыруға келмейді. Сондықтан ел тәуелсіздігі мен мемлекеттің тұрақтылығын, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін бақтардың жұмысын кәсіби деңгейде ұйымдастыру керек. Сондай-ақ кейбір үкімет мүшелері журналистердің сұрақтарына жауап беруде орынсыз сүрініп, тіпті күлкіге қалып жататын жайттар бар. Өз кезегінде бұл ақпараттар әлеуметтік желі арқылы ел халыққа да тарайды. Сондықтан елдің көңіл күйіне әртүрлі әсер ететін ұмытпайық бұл мәселеніңді. Біздің қоғамда әсер ететін ақпараттық соққылардың күшін бағаламау үлкен қателік. Біздің ортақ міндетіміз ақпараттық шекараны қорғау, елімізде бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтау.